ұбт-да келіп жүрген интеграл есебін шығарайық. Алдымен бөлек-бөлек жазып аламыз, иә? X, dx қосылған интеграл 2, 3. Мынау x-тің кубын біз үстіне жіберейік. Сонда бізде болады x-тің минус 3 дәрежесі, иә? dx. Енді біз сонда дәрежесіне назар аударамыз. Дәрежесіне назар аударамызда осы формула бойынша ашамыз. Яғни дәрежесіне 1-ті қосып, және де бөліміне дәл сол санды жазамыз. Ол деген мына жерде 1 бар деген сөз, иә? Сонда болады x-тің 2 бөлінген 2 қосылған 2, мына жерде минус 3-ке 1-ді қосқан кезде болады бізде минус 2, иә? Дәл солай оны бөліміне санды жазамыз. Көбейтілген минус 2 плюс c тең болады. Мына жерде 2 мен 2 қысқарады. Сонда қалады x квадрат бөлінген 2. Мынау минус алдына шығып, алдына шығады минус болады. Содан кейін мына жерде 1 бөлінген 3. Мынау x минус 2-ні бөліміне түсіріп жібереміз. Сонда болады x квадрат қосылған c. Есептің жауабы осылай шығады.